Каспий теңізі соңғы 15 жылда 2 метрге тартылған, ал биыл жаздан бері судың деңгейі тіпті қатты жылдамдықпен түсіп барады дейді мамандар. Көк айдынның ахуалы қазір көпті мазалап отыр. Бұрын су осы деңгейге дейін болған, қазір су тартылғаннан кейін осы жаққа түсе алмаймыз. Ақтаулық Еламан Төлеев бала күнінен теңіз десе барлық шаруасын бір шетке сырып қояды. Ол 10 жастан бастап қыста суға шомылуды да үйренген. Қазір 25 жастағы Еламан осылай салауатты өмір салтын ұстанады. Тек өкінішісі, үйренген жағалаудың суы тартылып, шомылу мүмкін болмай қалған. Ендіке басқа жерлерді іздеп, өзімізге сол орын тауып, секіріп шомылып жүрміз. Бірақ тереңдігін білмегендіктен кішкене бір сескеніп, қорқып шомыламыз. Біздің де артымыздан жас ұрпақ өсіп келе жатыр. Мына кеуіп баратқан теңіздің қызығын олар көре ала ма, көре алмай ма, мен соған қорқам. Теңіздің деңгейі мына бағана арқылы өлшенеді. Қазір су деңгейі 60 сантиметрге дейін жетпей тұр. Мамандар теңіздің қарқынды түрде тартылып бара жатқанына дабыл қағуда. Олардың айтуынша соңғы 5 жылда Каспий 60-70 сантиметрге дейін төмендеген. Ольга Бачкова метеостансада 40 жылдан бері жұмыс істейді. Айтуынша осы кезге дейін су деңгейін өлшейтін бағана 4 рет төмен түсірілді. Себебі теңіз тартылған сайын бағанадағы өлшем бірліктері жетпей қалады. Теңіз деңгейі 80 жылдары жақсы көтерілген дейді, бірақ содан бері тек төмендеп келеді екен. Вода еще ниже ушла. Біз тек бақылап отырамыз. Әр өлшеген сайын төмендегенін байқаймыз. Бұл мәселеге ғалымдар кірісу керек. Тек Маңғыстаудағы емес, Каспийдің жағасындағы барлық метеостанциялардағы көп жылдық мәліметтерді салыстырып, нақты себебін анықтау қажет деп ойлаймын. Естеріңізге сала кетейік, президент Маңғыстау облысына жасаған сапарында Каспий теңізін зерттеу институтын құруды тапсырған еді. Осыған байланысты қазір Каспий маңы мемлекеттермен бірлесіп тұжырымдама әзірленіп жатыр. Жоспар бойынша институт келесі жылдың соңында ашылады, бірақ қайда құрылатыны әзірге белгісіз. Институт негізінен осы Каспий теңізінің таяздануы, биоалуан тірлігі және экожүйесін зерттейді деп жоспарлануда. Не себепті таязданып жатыр, қай өзендерден су жеткіліксіз келіп жатыр, соның бүкілін зерттейтін болады деп. Экологиялық жағынан да, сонымен қатар трансшекаралық өзендердің келу жағынан да мұқият қаралынады. Жаһандық жылыну салдарынан теңіз суы қарқынды булануда. Оның үстіне жауын-шашын аз. Сонымен қатар Каспийге Еділ мен Жайық өзендерінен келетін судың көлемі азайған. Теңіздегі су деңгейінің төмендеуіне әсер етіп жатқан факторлардың бірі осы дейді мамандар. Қалған себептерін ғылыми түрде зерттеу керек. Жасұлан Мұқан, Сұңғат Көнебай, Ақтау Ньюс.